Құрметсіздер мен құрметті әріптестер, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге 4 сурет бір әдісімен бөлісетін боламын. Видеоларымды жібере алмас үшін каналға тіркеліп кетейік. Егер ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырудайық. 4 сурет бір әдісінде оқушыларға 4 сурет беріледі, сол бойынша тақырып табу керек. Бұл жерде жыл мезгілдері беріліп тұр, яғни ортақ тақырып жыл мезгілі қыс, күз, көктем, жаз беріліп тұр. Бұл әдісті жаңа тақырыпты анықтауға алсаңыздар болады. Келесі суретке назар аударайық. Бұл жерде 4 сурет берілген. Бұл қандай тақырыпты білдіреді? Мысалға, оқушылардан осылай сұрақ қоясыздар. Бұл бізде ғарышты білдіреді. Яғни бүгінгі тақырып ғарыш деген сияқты қылып бастайсыздар сабақты. Келесі бізде тулар берілген әр елдің. Яғни бұл мемлекет деген тақырыпқа сәйкес келеді. Болмаса сіздер бұл жерде қалаларды қоя аласыздар. Мысалы, қалалар деп. Осылай 4 сурет бір әдісімен жаңа тақырыпты анықтауға болады. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетейік.